Сәлеметсіздер ме, құрметті 9 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен 2-ші тоқсанға арналған алгебра пәнінен алғашқы жиынтық бағалаудың тапсырмаларына шолу жасаймыз. Тапсырма саны жалпы 5. Әр есептің шығарылу жолы толық түсіндіріледі. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Ал бастайық. Бірінші есеп 2 балдық есеп екен. Шарты: n-ші мүшесі жалпы формуласы берілген 2n плюс 6 деп. Осы тізбектің 26 болатын мүшесінің номерін табыңыз дейді. Яғни бізде қысқаша жазып алатын болсақ, an беріліп тұр, 2n плюс 6-ға тең болып. Сонымен қатар оның сан мәні де берілген. Демек, an тең болады 26-ға, және осы кезде біз табуымыз кереккен n нешеге тең екенін. Олай болса, берілген осы 2n плюс 6-ны тең деп аламыз 26-ға. Енді бізде белгісіз болып тұрған n-ді қарапайым осы теңдеуді шешу арқылы анықтап аламыз. 26-дан 6-ны азайтамыз. Мәні тең болады 20-ға. Ал n-ді табу үшін 20-ны 2-ге бөліп, жауабы 10-ға тең. Бірінші есеп осымен аяқталды. Келесі, екінші есеп 4 балдық есеп екен. an арифметикалық прогрессия дейді. Бұл жерде берілген бірінші мүшесі 2-ге тең деп, үшінші мүшесі 8-ге тең болса, қасиетті пайдаланып, екінші мүшесін тауып, арифметикалық прогрессияның 9-шы мүшесін табыңдар деп тұр. Бұл жерде де қысқа шартын жазып алайық. Бізде берілген бірінші мүшесі 2-ге тең, үшінші мүшесі тең болады 8-ге. Ал қасиетті пайдаланып екінші мүшесін анықтауымыз керек екен. Одан кейін біз a9-шы мүшесін табуымыз керек екен. Енді ол қасиет қандай қасиет? Есімізге түсіреміз. Арифметикалық прогрессияның екінші мүшесінен бастап, ортада тұрған мүшесі екі шеткі мүшелерінің қосындысының жартысына тең еді, яғни арифметикалық ортасына. Енді осы бойынша есептейтін болсақ, бізде екінші мүшесі тең болады. Бірінші мүшесі 2-ні алып келіп қоям. Үшінші мүшесі 8-ді қосып 2-ге бөлсек, қосындысы 10, 2-ге бөлетін болсақ, мәні 5-ге тең болады екен. Демек, тізбегіміз мына түрде қараңыздар. 2, 5, 8. Және ары қарай жалғасып тұр. Бізден сұрап тұр 9-шы мүшесін. Бұл жерде біз анықтап алуымыз керек. 9-шы мүшесін табуымыз үшін d-ның мәнін. d-ны табуымыз үшін екіншісінен біріншісін азайтып жіберейік. Айырымы тең болады екен 3-ге. Ал енді 9-шы мүшесінің формуласын қолдана берсек болады. Бұл жерде a1 плюс n-1 деген кезде 9-дан 1-ді азайтамыз, 8 көбейту d. Барлық ақпараттар бізде бар. Осы формуланы енді бірден қолданып есебімізді шығарсақ болады. Бірінші мүшесін алып келіп қойдым. Қосу 8 көбейтілген айырымы 3-ге тең. Сонымен есептейтін болсақ, бұл жерде көбейтінді 24, оған 2-ні қосатын болсақ, 9-шы мүшесі 26-ға тең екен. Осымен екінші есебіміз де толықтай аяқталды. Ары қарай, үшінші есеп 3 балдық есеп екен. Шарты: bn геометриялық прогрессия, оның бірінші, екінші мүшелері беріліп тұр. Келесі екі прогрессияның мүшесін табыңыз дейді. Қараңыздар, бұл жерде берілген бізге b1 0,8-ге тең деп, b2 берілген екінші мүшесі 0,2-ге тең болып, анықтауымыз керек біз келесі екі мүшесін, яғни b3 және b4 белгісіз болып тұр. Енді ары қарай келесі мүшелерін табуымыз үшін біз еселігін тауып алуымыз керек. Ол үшін біз 0,2-ні келесісін алдыңғысына бөліп жібереміз. Енді бұл жерде үтірді жоқ деп есептейтін болсақ, 2-ның 8-ге қатынасы немесе 4-тен 1 деп қысқартып жіберейік. Және ондық бөлшек түрінде есептеуімізге ыңғайлы болу үшін жазып алайық. Бұл 0,125-ге тең. Енді b3 формуласы біз b2-ні көбейтіп жіберуіміз керек q-ға, еселігіне көбейтуіміз керек. Олай болса, b2-ның мәні бар 0,2 көбейтеміз
0,125-ке. Екі ондық бөлшекті көбейту ауызша бірден есептейтін болсаңыздар, жазып аламыз 50 деп. Үтірді 3 қадам жылжытуымыз керек болып тұр. Міне 1, 2, 3. Онда 0, 5 және 1 сан санап барып, үтірді қоямыз. Демек, жауабы 0,105-ке тең екен. Мына жерде соңғы нөлдің маңызы жоқ, өшіріп қоямыз. Ары қарай 4-ші мүшесін табуымыз үшін формуласы 3-ші мүшесі бізде бар, тауып алдық. Оны көбейтуіміз керек Q-ға, еселігіне. Демек, 0,105-ті көбейтеміз 0,125-ке. Енді 25-ті 5-ке көбейтсек, 125. Үтірді 4 қадам жылжытамыз. Міне 1, 2, 3, 4. Сонда жауабы 4 қадам жылжығаннан кейін 0,10 125-ке тең болады екен. Біз келесі екі прогрессия мүшесін анықтадық. 3-ші есебіміз де аяқталды. Ары қарай 4-ші есеп берілгені 2 балдық есеп екен. BN геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі мен еселігі берілген. Табуымыз керек екен алғашқы 4 мүшесінің қосындысын. Олай болса, қысқаша бізде жазып алайық. B1 тең 2-ге, Q тең болып тұр минус 2-ге, S4-ті табуымыз керек. Қысқа шартын жазып алдық. Енді алғашқы 4 мүшесін табуымыз үшін формуласын жазып алайық. Бұл жерде формула бойынша бізде B бірінші мүшесі және бір азайтылған Q-дің n дәрежесі және n дәрежесін жазбай 1 минус Q деп жақшаны жазып қояйық. Есептейік енді. Барлық ақпараттар бар бізде. 4-ші мүшесі тең болады. B1 бізде тең болып тұр 2-ге. Көбейту. Жақша ішінде 1-ден азайтуымыз керек екен. Минус 2-нің 4 дәрежесін бөлуіміз керек. 1 минус 2-ге. Тең. Ақшамдап алайық. 2 көбейтілген. Жақшаның ішінде минус 2-нің 4 дәрежесі деген сөз. Таңбасы оң, өйткені жұп дәреже білеміз. Одан кейін 2-ні 4 рет өзіне көбейтсеңіздер болады 16-ға тең. Енді 1-ден 16-ны азайтатын болсақ, минус 15. Ал 1 минус 2 дегеніміз ортада таңба қосу болып 3-ке тең болады. Енді 15 пен 3-ті қысқарт жүрейік. 15-тің орнында қалады 5. Олай болса, таңбасы теріс. 2-ні 5-ке көбейтеміз, 1-ге бөлеміз. Сонда жауап минус 10-ға тең болады екен. Осымен 4-ші есебімізде аяқталды. 5-ші есеп 3 балдық есеп екен. Дүкенде гүл шоғы жасалды дейді. Бірінші гүл шоғы 3 түстен, екіншісі 7 түстен, және тағы басқа, яғни ары қарай букеттер жасалынған. Енді бізден сұрап тұр. 7 букетін жасау үшін қанша түстер қажет? Яғни ары қарай букет жасап отырып 7 букет жасалады. Жалпы қанша түс кетті қажет болды деген сұрақ. Кеттік. Бұл жерде қысқаша жазып алайық. Біріншісіне 3, арифметикалық прогрессия көріп тұрсыздар. Екіншісіне 7, әр келесісіне демек айырымы бұл жерде 4-ке тең болып тұр ма? Анықтауымыз керек. 7 букет жасау үшін қанша қажет болғанын. Бірден S7 үшін формуласын жазайық. Тек A1 ғана бар бізде, онда формуланың екіншісін қолданамыз. Плюс n-1d, демек 6d бөлу 2 көбейту 7. Тең болады. Формуламызды ықшамдап қояйық. 2-ке қысқартып, ортақ көбейткіш бұл жерде 2 мен 6 үшін 2 болып тұр. Олай болса, А қосылған 3d көбейту 7 болып тұр. Енді олай болса, есептеуді бастай берсек болады. Бізде ақпараттардан жеткіліксіз болып тұрғаны тек қана d. D-ны анықтауымыз үшін не істейміз біз? 7-ден 3-ті азайтамыз. Тең болады 4-ке. Ал бастайық. A1 дегеніміздің мәні 3-ке тең. Қосылған 3 көбейтілген D 4-ке тең. Сыртында көбейтуіміз керек екен 7-ге. Сонымен 3-ті 4-ке көбейттік 12, оған 3-ті қостық 15, көбейту 7.
70, 35, сонымен 105-ке тең болады екен. 5-ші есебімізді аяқтадық. Осымен құрметті білім алушылар, барлық 5 есепке шолу жасап аяқтадық. Есептер түсінікті болды деп ойлаймын. Жаттау керек формулаларымызды жазып алып, дайындықтарымызды шыңдайық. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар, міндетті түрде жауап беріледі. Ал видеоны достарыңызға бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.